internal, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engine time, 5, 4, 3, Apollo 15 50 жыл бұрын, 1971 жылы 26 шілдеде ұшырылды. Ол алдыңғы 3 миссиямен салыстырғанда елеулі ілгері қадам болды. Президент Никсон оны сол кездегі ең өршіл ғарыштық зерттеу деп мәлімдеген. 3 астронавт, командир Дэвид Скотт, командалық модуль ұшқышы Альфред Уорден, және ай модулі ұшқышы Джеймс Ирвин. Ай ровері электрмен қозғалатын қарапайым автомобиль еді. Оның арқасында астронавтар ай бетінде алдыңғы әріптестерінен гөрі әлдеқайда алыс жол жүре алды. Оның ең жоғары жылдамдығы сағатына 13 км тұғын, дегенмен кейінгі миссияларда 17-18-ге дейін көтерілді деп ойлаймын. Скотт пен Ирвин Хедли Апеннин аймағын ровермен 3 күн зерттеді. Айда қалған роверде адамның айдағы алғашқы доңғалаға деген жазу бар. Apollo 15 басты назарын ғылымға аударды. Бұл 2 жолмен жүзеге асты. Біріншіден, ай бетіндегі ровер көмегімен көп дерек жиналды. Екіншіден, командалық қызметтік модульдегі сим ғылыми аспаптар бөлімі арқасында. Ал Уорден ай орбитасында өткізген 3 күнде көптеген кескін мен ғылыми мәлімет алды. Скотт ай бетінде жасаған қызық эксперименттің бірі. Ауасыз ортада 2 нәрсе бірдей жылдамдықпен құлайтыны жайлы Галилей теориясын тексеру. Скотт пен Ирвин айдағы тау жыныстарын зерттеу кезінде жасы 4 миллиард жылдан артық екені анықталған бір тасқа кезікті. Оған жаратылыс тасы деген ат қойылды. Скотт пен Ирвин ай бетінде 18,5 сағат өткізді. Сол кезге дейінгі барлық Apollo миссияларынан ұзақ. Олар жерге алып қайту үшін 77 килограмм ай топырағы үлгісін жинады. Сондай-ақ ай бетінде ғылыми зертхана құрды. ақш пен КСРО бағдарламалары аясында қаза тапқан 14 ғарышкерді мәңгесте қалдыру үшін командир Дэвид Скотт тақтайша қадап, кішкене алюминий астронавт мүсінін қойды. Ровердегі телекамера модульдің айдан ұшуын алғаш рет көрсетті. Скотт пен Ирвин командалық модульге оралысымен айды тағы 2 күн айналып жүрді. Бұл кезде бөлшектер мен өрістер серігі орбитаға шығарылды. Қайтар жолдағы басты жұмыстың бірі, ал Уорденнің ашық ғарышқа шығып, ай орбитасында жазылған ғылыми деректер бар кассеталарды сим бөлімінен алып келу еді. Тұңғыш рет жерден 317 000 километр қашықтықта адам ашық ғарышқа шықты. Атмосфераға ену кезінде бағдарлау жүйесі қозғағыштарының жану өнімі ашылған бір парашютке шашылып, оның күмбезін 5 есе кішірейтті. Apollo 15 2 парашютпен қонды. Кеме мұндай жағдайға дайын еді. Ол қатаң, бірақ қауіпсіз қонды. Apollo 15 бірнеше рекорд жасады. Ай роверін алғаш қолдану, ал Уорденнің ашық ғарышқа шығуы. Ай орбитасындағы ең ауыр пайдалы жүктеме 48 тонна, және ең ұзақ ұшқышты ай миссиясы 295 сағат. Apollo 15 барлық мақсатына жетіп, орасан зор ғылыми ақпарат жинады.